Сәлем достар, сіздермен бірге Әлішер Өмірзақ. Бұл менің YouTube-тағы ауқымды ауыз толтырып айтатын үлкен жоба дегім келмейді. Жай ғана 7 мамыр аясында қыз-келіншектерге лайфхак. Бүгін мен мына үстел бетіне маған берген сыйлықтарды көрсетемін, және ішінде өзім алғандар да бар. Бір ғана мақсатпен, бәлкім сіз қандай сыйлық аламын досыма, ініме немесе әкеме және сүйіктіме деп бас қатырып жүрген болсаңыз, көмегі тиер деген оймен. Ең алғашқысы тауып керек, көп және жиі кездесетін жігіттердің ең көп алатын сыйлығы ол әрине шұлық. Және қандай шұлық деген сұрақ. Бұл темір қаптамада, яғни біз қарапайым магазин дүкен сөрелерінде көріп жүрген консервный банка дейміз. Ішінде бір шұлық және өндірушілері өте жақсы шұлық және ішінде біреу бар деп көрсеткен екен. Мұнда көрсетілген носки корешу деп. Екінші дүние. Екінші тағда носки, бірақ бұл арнайы суреттермен. Мұнаның ішінде не бар екені көрінбейді, сондықтан мен мынандай қаптамасында алуды жөн көрдім. Бұл өзіме жасаған сыйлығым. Light my fire, тотем дейді. Мінекей, носки, бір ашып көрейік. Мен бұған дейін ашқан жоқпын. Қарапайым әдемі өрнектелген суреті бар. Жаңа тотем деп көрсетілген, яғни жан-жануарлардың суреттерімен. Менің ойымша, бұның материалды өте жақсы секілді. Өйткені бұған дейін мен бұл компаниядан бірнеше рет тапсырыс берген болатынмын. Бұл соның ішіндегі жаңа суреттермен шыққаны. Маған қатты ұнады. Сондықтан носкидің түр-түрі бар, ерекшесі де бар. Берем десеңіздер. Мұнда үшеу бағасы 8.000 шамасында онлайн Wildberries KZ-тен тапсырыс берген болатын. Ал мұнаның бағасы 1.500 теңге және акция болып, қателеспесем, өзінің құны 3.000 теңге шамасында. Екінші сыйлық, қарапайым тілде непроигрышный вариант деп айтамыз ғой, ол да сол секілді. Футболка. Мінекей, маған осындай сыйлық келді. Бұны қазір сіздермен бірге ашайық. Ашылмаған әлде қайшынан қажет жоқ екен. Мінекей, менің ең жақсы көретін түстерінің бірі ол қоңыр, әсіресе киімдерінің көбінде қоңыр сары түсті араластырып киемін. Бәлкім соны байқаған болар. Маған осы сыйлықты берген азаматша. Мінекей суретімен және мұнда жазуы бар. Ағылшынша жазылған екен. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, сперва стань. Яғни сені біреу естісін десең, алдымен тұр дейді. Керемет, маған футболка ұнады. Мен енді ер адам болғандықтан бәлкім материалына қарап мықты, немесе жаман деп айта алмаймын. Сыйлықтың барлығы мықты. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Міне, бағасы көрсетілмеген. Бұл маған сыйлыққа келгендіктен бағасымен бөлісе алмаймын. Бәлкім, егер ұнап жатса жазыңыздар, пікірге қалдырыңыздар. Мен сыйға тартқан кісіден сұрап беремін. Келесі сыйлық бізде көйлек екен. Мінекей, ашылмаған. Енді бұл жерде бізге қайшы керек. Мінекей, бұны маған өзге қаладағы танысым сыйлады. Көйлек, байқауымша жеңі ұзын, классикалық, көк және ақ түс араласқан. Егер сіздің танысыңыз, сүйіктіңіз, досыңыз, ініңіз классиканы жақсы көретін болса, әрине бұл сый міндетті түрде оған ұнау керек. Дәл қазір киіп көрсете алмаймын, бірақ сәлден кейін барып көрсетемін. Қалай жарасқан, жараспаған. Маған ұнады. Келесі сыйлыққа көшсек, бізде келесі сыйлық ол iPhone. Бұл сыйлықты мен өзіме алдым, бәлкім. Техниканы өте жақсы көремін, сондықтан өзіме iPhone алуды жөн санадым. Өйткені бұған дейінгі де смартфоным Android болатын, iOS-пен мүлде қызықпаған. Дегенмен iPhone 11 128 гигабайт дейді жады. Бұны мен негізі ашып қолданып жүрмін. Қазір міне демонстративно дейміз ғой қорабымен. Бұл жерде бір екі лайфхак. Егер сіз жігітіңізге осындай қаражатыңыз болса, немесе әкеңізге, еніңізге алып бергіңіз келсе, міндетті түрде 64 гигабайтты алуға кеңес бермейтін. Өйткені 128 гигабайт бұл қазіргі уақытта фотоға түсірген кезде памяті өте көп болады, сақталған кезде. Сондықтан емен еркін жүру үшін, қолдану үшін осындай 128-ін алған дұрыс. Ақ түсі бар, сары түсі бар, көк түсі бар, ұнаған алас. Әрине ол сіздің қалауыңыз немесе сіз сыйға тартқа жатқан адамның қалауына байланысты.
Осымен мен алған сыйлықтар аяқталды. Үшеуін өзім алған екем және көйлек пен футболканы маған сыйға тартты. Егер сізге ұнаған болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Пікір демекші, барлығын сұрап білемін, кім және қайдан алған, және өзім қайдан алғанымды пікірлер арасында қалдырамын. Рахмет, қош, сау болыңыздар.